Да, иерархия должна быть, я согласен, всех нельзя приравнять. Но при этом она должна быть справедливая. Не может в одном коллективе кто-то получать $300, а кто-то $3000. Люди не слепые. Все видят. Армысыздар қамдар мырзалар, біздің алаңға қош келдіңіздер. Менің есімім Дамир Аспан, эфирде Сол жағалау ток-шоуы. Бұл аптада да мәжіліс төрінде біраз мәселе қарастырылды. Олардың бірегейі педагог мәртебесі туралы заң жобасы және 2020 жылға арналған жол картасы жобалары ең жеміслер болды. Бірақ бүгінгі бағдарламаның тақырыбын біз Қостанайда өткен әлеуметтік әріптестік жөніндегі республикалық комиссия отырысында айтылған бір мәселеге арнағымыз келіп отыр. Ол еңбек даулары. Алдымен студия қонақтарымен таныс болыңыздар. Ержан Егенбердиев, Қазақстан Республикасының Кәсіподақтар Федерациясы төрағасының орынбасары. Бибігүл Нұрашева, еңбек құқығы бойынша сарапшы, еңбек қатынастары академиясының бас директоры. Дұрыс қой. Жанерке Шуақбай, қош келдіңіз. Қазақстан Республикасының еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің еңбек әлеуметтік қорғау және көші-қон комитетінің еңбек заңнамасының бақылау басқармасының бас сарапшысы. Және тұрақты сарапшы, саясаттанушы Самат Нұртаза мырза. Қош келдіңіздер. Енді алғашқы сауалымызға тірек ақпараттан мысал келтірсем, Жанерке ханым. Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі Біржан Нұрметов мырзаның айтуынша, қазіргі уақытта елімізде 359 кәсіпорын еңбек дауларына қауіптің алдында тұр екен. Осы болжамды сіздер жалпы министрлік қалай жастайды? Қалай санап өтесіздер? Рахмет. Негізінде бізде осы еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінде 2013 жылдан бастап осы еңбек тәуекелдерін қадағалау картасы жасалады. Яғни ол картаның жасалуы, мысалы біз апта сайын еңбек жалақысын берешектері бойынша мониторингтер жүргіземіз. Сонымен қатар жұмыскерлерді жұмыспен қысқартуға байланысты мониторингтер жүргіземіз. Және де еңбек жанжалдарына байланысты мониторингтер жүргіземіз. Солардың барлығын алып, барлық мониторингтарды алып, нәтижесін алып, олардың ішіне жаңадан іліккен кәсіпорындарды осы еңбек тәуекелдерінің картасына енгізіп отырамыз да, ал олардан ол бұрынғы еңбек картасында болған уже шешілген кәсіпорындар ол еңбек картасының бақылауынан алынып қалады да, ал жаңа кәсіпорындар әрбір жағдай қауіп болған жағдайда ол сол картаға енгізіліп отырады. Сол картаның негізінде біз алдағы уақытта еңбек жанжалдарының болу қаупін біз тұрақты бақылаймыз. Бақылаймыз және оның алдын алуға болатын нәрсе ғой деген сөз. Шара қолдануға. Шаралар қолданамыз. Бұлай сөз жүзінде өте жақсы естіледі екен. Рас қой. Бірақ менде мынандай бір қызық статистика бар. Күллі өңірді айтпағанда тек Теңіз мұнай компаниясының өзінде, Жанерке ханым, назар аударыңыз, 90-шы жылдардан бері 14 еңбек дауы орын алған. Және олардың соңы шерулерге ұласқан. Ең өкініштісі осы. Бірақ Атырау облысы әкімі Нұрлан Ноғаев бұны орысша айтқанда разные условия труда дейді. Яғни еңбек жалақылары әртүрлі деген сөз ғой. Яғни бұның барлығы да ұлтаралық деген сипатқа ие болып, түбінде осындай бір ұлтаралық сипатқа әкеліп соғады. Самат мырза, сіздің ойыңыз қалай осы ретте? Разные условия труда дегенге өзіңіз? Ол таза әділетсіздік деп өзім есептеймін. Себебі бір мәселені түсіну үшін адамдар өзін сол орынға қойып қою керек. Мысалы, мексикалық жұмысшы келіп Атырауда немесе Ақтауда $3000 алғанда, тура соның жұмысын жаңағы Ақтаудың, Атыраудың қазағы істейді, бірақ та ол $3000 емес, ол жаңағы Ноғаев мырза айтқандай $300 алады. Содан кейін ол жарты жыл істейді, бір жыл істейді, соны ойлайды ғой. Мына келген мексикандықтан немесе мына келген голландықтан менің қай жерім кем? Ол да істеп жатыр, мен де істеп жатырмын. Неге ол мені 10 есе көп алады дейді. Содан кейін барады қасындағы досын айтады. Ол досың да тағы да өзінің мексиканесі бар, мысалы. Сол сияқты. Содан кейін барып жалпылама бір ұғым пайда болады. Біз екінші сортты халықпыз деген сол аймақта бір ұғым пайда болады. Неге біздің басшыларымыз көп алады? Тура сол жұмысқа біз аз аламыз дегенде өзі адамдарда бір жаңағы аура пайда болады, атмосфера. Содан кейін барып ол мына газ баллоны сияқты жиналып, біреу тұтатып жібергенде жарылатын өзі сондай заңдылық бар. Бұл тек қана Қазақстанда емес, бұл Венесуэлада, Нигерияда жалпы мына қазба байлығы көп, бірақ та кедей халықтар мемлекеттерде сондай өте орын алып отыратын өте былай тарихи дәлелденген нәрсе.
Ержан мырза, сіздің ойыңыз қалай? Жалпы еңбек орындарында ошақтардың осындай ұлтаралық қақтығыстардың дәл осы еңбек ақысының әртүрлі болуына байланысты ма сонда? Енді бұл жерде мынау еңбек даулары себептері әртүрлі бар. Негізгі себептердің бірі қазір соңғы кезеңде бұл осы ұлттық компанияларында және мұнай газ саласындағы өңдеу саласындағы кәсіпорындарында әсіресе жалақының біреулердің салыстырғанда төмен болуы. Ол төмен қалай болады? Әсіресе мына компаниялардың өзіне қызмет ететін азаматтардың жалақылары 500 мың теңгеден кем емес орта есеппен. Ал енді сервистік, яғни ол жан-жағында жаңағыдай қосымша жұмыспен айналысатын компанияларында орташа айлықтары 80 мың, 80-100 мың теңге. Яғни осы ереуіл мәселесін, осы еңбек дауларын көтеріп жүрген осы сервистік компаниядағы жүрген қызметкерлер, жұмыскерлер. Түсін. Иә. Енді бұл сервисный компанияда жұмыскерлердің бұл мәселе көтеріп жатқан себептері не? Олар айтады, біз жасайтын жұмысымыз бір, негізі. Жасайтын жұмысымыз бір. Шетелдік қаққан шегені бізде қағамыз дейді ғой. Иә, жұмысымыз бір. Неге бір жұмысты әртүрлі жалақымен есептеледі деген мәселе. Одан кейін тағы да бір мәселе, бұл жерде еңбек қатынастары. Егер негізі компанияда істейтін қызметкерлер еңбек қатынасында кәдімгідей еңбек шарты негізі жұмыс жасаса, жұмыс беруші, жұмыскер бар дегендей. Ал сервисный компанияда ол жерде еңбек қатынасы жоқ. Көбінесе ол азаматтық қатынас. Яғни олар жалдамалы қызмет. Олар уақытша белгілі жұмысты атқарып болғаннан кейін, көлемі жасап болғаннан кейін, бітті, рахмет, сау болыңыздар дейді. Ал жұмыстықтың қызметкер айтады, мен несием бар, мен бала шағам бар, ол қалай күн көреді. Оны ескертпеген алдын ала жұмысқа алған кезде сіз азаматтық қатынас бойынша шартқа қойыңыз. Еңбек шарт емес. Яғни сіздің бұл жерде жұмыс істеуіңіз бәрі уақытша дегендей. Яғни ол адам азаматтық қатынаста жүрген адам еңбек қатынасындағы кепілдіктемер олар жүрмейді күші. Ол яғни қорғалмайды. Біз кәсіподақтар федерациясы осы мәселеге назар аударып жатыр қазір. Яғни мынау аутстаффинг дейміз. Жалдамалы қызметкерлер. Олардың құқықтары мынау кәдімгі жұмыскердің құқықтарынан кем болмау керек. Жаңарек ханым, осыны не айтасыз? Осыны заң жүзінде реттеуге болмай ма? Мен қазір сіздің бірінші сұрағыңызға жауап бере кетсем, сіз айттыңыз ғой, қатерлер картасы, тәуекелдер картасына байланысты. Тәуекелдер картасына, яғни енгізілген кәсіпорындардағы барлық жағдайлар қазіргі таңда бақылауда ұсталынып отыр. Неліктен бұл даулардың барлығы, биылғы болған даулардың барлығы Маңғыстау өңірінде орын алды. Ол Маңғыстау емес, Батыс Қазақстан өңірінде орын алды. Бұл мұнай-газ секторындағы кәсіпорындар, яғни бұл жерде даулардың көбінің туындауы, яғни еңбек заңнамасының талаптарының дұрыс сақталмауынан туындаған даулар. Яғни ол стихиялық даулар дейді, яғни бір кәсіпорын, например, жалақыны көтеру бойынша дау шығарды, одан кейін басқа да кәсіпорындардың жұмыскерлері, яғни ешқандай заң талаптарын сақтамай, сол кәсіпорынның мысал ретінде алды да барлығы бірден жаппай осындай дауларға әкеліп соқтырды. Жарайды, мына мемлекеттік кәсіпорындар мен жаңағы сервистік кәсіпорындардағы жұмыс берушілер мен жұмысшылардың жаңағы арасындағы келіспеушіліктерге. Осы ретте Ержан мырзаның айтып отырған айтып отырмын. Бұл ретте негізінде еңбек заңнамасына сәйкес бізде еңбек қатынасы деген бар. Еңбек қатынасы деген еңбек жұмыскер мен жұмыс берушінің арасындағы, яғни қатынастар. Яғни бұл қатынастардың негізінде, туындаған қатынастардың негізінде ол жұмыскерлерге, яғни еңбек шарты ол қандай? Еңбек шарты ол белгілі бір мерзімде жасалу керек. Дұрыс қой? 1 жылдық мерзімде жасалады. Одан кейін ол қайта-қайта 1 жылға созылып отырады. Ал азаматтық қатынастарда ол мысалы 1 айдың көлемінде ол қатынастар жасалатын жұмыс. Жасалып ол бітіп қалуы мүмкін. Сол себептен бұл ретте жаңағыдай заң шығарушылық жағынан келетін болсақ, еңбек қатынастарының Бибігүл ханым. Мен бұл жерде жаңа қосып өтейін. Жалпы менің ойымша, осы Қазақстанда қазіргі кезде еңбек дауларының өзектілігі осы еңбек кодексінің шикілігінен. Себебі заң кезінде дұрыс жазылмаған. Менің ойымша, мен оны қазір ғалым ретінде айтып отырмын. Осы еңбек, жаңағы жұмыскерлердің еңбегін қорғау туралы мен докторлық диссертация қорғадым. Ресейде де оқып келдім, Швейцарияда да оқыдым. Ол жақтарда неге, мысалы, Швейцарияда неге еңбек даулары жоқ? Біріншіден, жұмыс беруші менеджмент не екенін біледі. Әрбір жұмыскер оның құндылығы, себебі әрбір жұмыс берушінің өзінің бір қойған ең негізгі стратегический задача деп айтамыз ғой, ең негізгі мақсаты бар. Сол мақсатқа жету тек қана жұмыскерлердің біліктілігінен деп, мысалы, олар бағалап отырады жұмыскерлерді.
қазіргі таңда Қазақстанда қандай мәселе? Біріншіден, жұмыс беруші менеджмент не екенін білмейді. Жұмыскерлерге жасаған жаңағы еңбек жағдайлары бойынша, мысалы шетелдік сарапшылардың ой бойынша Қазақстан қазіргі топ-10 стран еңбек жағдайларының жаңағы төмендігі Камбоджа, Алжир, Египет сияқты мемлекеттермен біз бір орында тұрмыз. Топ-10 стран мира. Представляете, қандай жағдайдамыз қазір? Неге осыны реттемеске, заңнан. мысалы, сол жаңағы өзіңіз айтқандай Швейцарияның деңгейіне жеткізіп. Қараңыздар, енді ол Жаңағы заң туралы айтып өтіңізші. Қараңыздар, мысалы, еңбек кодексі 3 жыл болды қабылданғанына. Осы 3 жылда 55 толықтырулармен енгізілері қазір енгізілді. Енді мына жылдың соңына дейін тағы да 163 толықтырулармен енгізуді жоспарлап отыр. Биылдың өзінде. Оны алдын ала неге сарапшылармен бірге жұмыс дұрыс жасамаған, кәсіподақтарды неге жаңағы 100% неге заң жасалған кезде неге тартпаған. Қазір мысалы соны түзетіп отыр. Это знаете, орысша айтқанда работа над ошибками, да? Қараңыз. Басталмай жатып, уже қате бар. Әрине. Иә, Ержан мырза. Кешіріңіздер. Бұл шын мәнінде мынау біздің Совет одағы құрылғаннан бері, бұзылғаннан бері, біз тәуелсіздік алған 91 жылдан бері, бұл 4-ші нормативті құқықтық акт. Басында біз жаңағы КССР еңбек заңнамасын жасадық, одан кейін еңбек заңы, одан кейін кодекс болды 2007 жылы, сосын 2015 жылы қазір қолданыстағы еңбек кодексі. Бұл дегеніміз мынау біздің реформалардың аясында жасалатқан эксперимент дейміз ғой. Сондай жұмыстардың несін көрсетеді, нәтижесін көрсетеді. Негізде мынау кодекс, 15 жыл қабылданған кодекс өзі қазіргі таңдағы құбылыстарға сәйкес келмейді. Неге десеңіз, ол өзі өтпелі нормативтік акт деп атасақ болады. Өз кезеңін орындап бітті. Сол уақытта мемлекет өз монополиялық жаңағыдай мәртебесін босатып, бұл былай айтқанда алаңды жұмыс берушілер мен жұмыскерлерге берді. Яғни жұмыс берушілер, жұмыскерлер өздері әлеуметтік әріптестік институт арқылы қатынастан реттеп алсын деп. Бірақ өкінішке орай теңсіздік жоқ араларында. Жұмыс берушінің жағдайы қандай, жұмыскердің жағдайы қандай? Мүлдем басқа. Сондықтан тепетсіздік жоқтан кейін біз қазір айтып жатырмық. Но еңбек кодексінің әріптесім айтып кеткендей жаңа форматын қабылдау керек. Қазіргі жағдайға лайықты, яғни өзгертулер мен толықтырулардан бөлек дейсіз. Бөлек, жаңа мүлдем бөлек. Сондықтан жаңағыда берді жұмыс беруші мен жұмыскерлердің тепе-теңдігін сақтау керек. Яғни жұмыскерді анау жаңа капитализм дамытқан жағдайда мысалы болады, құл ретінде қарау. Мен сені жалдадым, сен не істейсің, соны істейсің, мен не айтамын, соны істейсің дегенде. Ол кезеңді өттік. Қазіргі жаңа формат, жаңа талап. Біз 30 мемлекет дамыған мемлекет қатарына кіреміз деп жатырық. Егер дамыған мемлекеттердің қатарына кірсек, онда біз ең бірінші адам құқықтарын біз құрметтеуіміз керек. Ал еңбек құқығы ол адам құқықтарының бір ғана бөлігі ғана. Еңбек құқығын неге кәсіпорындар көмектеспейді мысалы? Біз қараңыздар, мынау болып отқан ереуілдер, байқасаңыздар, ол жерде кәсіпорын құрылмаған. Мен айтайын сізге, бүкіл дамыған мемлекеттерде ақш болсын, Ұлыбритания болсын, Норвегия, Германия, басқа жерде кәсіподақ бар жерде ешқашан ереуіл болмайды. Дұрыс. Себебі ұжым бірге, әр кезде жаңағыда талаптарын бірге қояды. Ереуілге шыға ма, бірге шығады. Шықпай ма, бірге шықпайды. Сондықтан қазір бізде қандай тенденция? Бізде жұмыс берушілер, олар кәсіподақтар құруға былай айтқанда мүдделі емес. Неге? Жұмыс берушілер емес. Неге? Жұмысшылар ше? Неге олар өздері бірігіп, жаңағы қоғамдық ұйым құрып? Ол құқық берілген ғой. Ондай құқық берілген. Кем дегенде 3 адам бастауыш кәсіпорын ашуға құқысы бар. Қазіргі кәсіподақ заңына байланысты. Неге осыны жұмысшылардың өздері бірігіп? Менің ойымша, сізден кешірім өтінем. Негізі мен ойлап жатырмын да, қазір мысалы нарықта кәсіподақтардың мысалы жұмыскерлердің еңбегін құқығын қорғауда мысалы 100% әрекет жасауға заң жағдай жасамай отыр мысалы үшін. Қараңыздар, мысалы және жұмыс берушілер оны қолданады дейсіз ғой. Және жұмыс берушілер оны қолданады әрине. Мысалы қараңыздар, бізде заңда жазылған 50-ші баптың 9-ші тармақшасы. Жаңағы пенсияға 2 жыл қалған жұмыскерлермен еңбек шартын бұзбау керек. 2 негіздер бойынша, жұмыс берушінің бастамасы бойынша. Бұл 2-ші және 4-ші тармақша 52-ші бапқа сәйкес. Бірақ егер де осы тұлғалармен еңбек шартын бұзғыңыз келсе дейді жұмыс берушілерге, сіз тепе-теңдік негізде комиссия құрдыңызда, бұл комиссия оң шешімін беру керек дейді.
Сонда қараңыздар, Яғни мысалы ұйымның жұмыс ішінде орнында өздері комиссия құрады. Иә, комиссия құрады. Әрине, ол жұмыс берушінің жаңағы қол астында отырған комиссия әрине 10% жаңағы шешімін үй береді ішінде ғой. үй құрып алу ғой Иә, енді. сол кезде қараңыздар, енді заң айтып отыр. Біз мына жаңағы пенсияға шығатын адамдарды біз қорғауымыз керек дейміз. Біз қорғаймыз дейді. Бір жағынан егер де сондай мүмкіндік туып жатса, комиссия құрыңдар да еңбек шартын бұза беріңдер дейді. Сонда біз қалай, біз қорғап жатырмыз ба, жоқ жағдай жасап жатырмыз ба? Жанерке ханым, Сонымен мүмкін ойлап гаджет жатырмын да, осы жерде, енді мүмкін еңбек кодексін расымен де немесе қайтадан жазу бапқа керек. өзгеріс енгізген дұрыс. Тағы бір қосып берейін ба? Осы жерге байланысты. 50-ші баптың 3-ші тармағы тура сондай осындай жағдай. Яғни жұмыскер алдын ала жұмысқа алған кезде, еңбек шартын қойған кезде бірден еңбек шартына жаңағыдай сілтеме жасап қояды. Келіспеген жағдайда жұмыс берушінің бастамасымен сен жұмыстан кетесің дегенде. Бірақ Компенсацияны 50-ші баптың атауы тараптардың келісімімен шарт бұзу деп аталады. Екі жақты Екі жақты келісім деп аталады. 50-ші Бір жақты емес. Бір жақты емес. Бірақ 50-ші тармақтың 3-ші тармағы жұмыс берушіні жұмыс қорғап беруші тұрған қолдап секілді. отыр. Жоқ, еңбек кодексінің 162 бабына сәйкес бізде бар еңбек қандай да бір еңбек сұрақтарына байланысты дау туындайтын болса, еңбек ұжымында, яғни кез келген жұмыскерлер өздері құрылып, жаңа сіз айтқандай 3 жұмыскер болса да болады, құрылып өзінің талабын 3 күннің ішінде жұмыс берушіге жолдаса болады. Одан кейін 3 күннің ішінде жұмыс беруші оны қарап, егер шеше алмайтындай жағдайға жететін болса, ол кезде татуластыру келісу комиссиясын құрып. Келісу комиссиясына ол тағы да өзі жүгініп, егер оның ішінде 5 күннің ішінде осы мәселе шешілмейтін болса, ол қайтадан 5 күннің ішінде төрелік комиссиясына төрелік комиссия ұжымдық даулар. Қазір жеке дауды айтып отырсыз. Ладно, келісу комиссиясына келісу жүгінеді. Келісу комиссиясымен шешілмеген даулар ол сотқа беріледі. Осылай осындай негізде ол жүргізіледі. Енді ол жерде егер де келісу комиссиясының шешімі бола тұра, енді Шешімі бола тұра. келісу комиссиясының шешімі егер де бұл жерде дұрыс шешілмейтін болса, яғни кез келген тұлға өзінің еңбек құқығын қорғау мақсатында жоғарғы орган, яғни әділеттік орган ретінде. Мен айтып кетейінші, келісу комиссиясына байланысты. Бізде өзі жалпы еңбек дауларының екі түрі бар. Жеке еңбек дауы бар және ұжымдық еңбек дауы бар. Қазіргі мәселе біз ұжымдық еңбек дауын айтып отырмық қой, көбінесе, жеке емес. Ал жеке еңбек дауларына жаңа айтқандай мәселе бойынша, беру келісу комиссиясының құрылуы да қазір айтқанда қиындық тудырады жұмыс берушінің тарапынан. Неге? Себебі сот статистикасы көрсеткендей, соттарға барған кезде бірден азаматтар өздерінің еңбек дауын қорғаған кезде сот айтады, сіз сотқа дейінгі міндетті түрде алдын ала еңбек дауын шешу процедураны сақтаған жоқсыз дейді да, кері қарай қайтарып жібереді. Қабылдамайды. Ол сондықтан заң талабы бойынша қайтадан жұмыс берушіге барады, жұмыс беруші айтады, мені келісу комиссиясы арқылы шешпесең сотқа барамайсың деп айтты деп. Енді келісу комиссиясы анау жұмыс беруші айтады ғой, мен бар айналдырған жаңа 10 шақты адам ішінде кімді келісу комиссиясын құраймын, мен қалай құрмақшымын дегенде. У жақта да шикіліктер бар. Түсінікті. Мырзалар, қамдар мырзалар, былай істейікші, хабарымыздың басында айтып өткендей, гастарбайтерлер менен отандық жұмысшылар арасындағы келіспеушілікті осы тақырыпқа оралайықшы. Самат мырза, мені бір сұрақ мазалап отырған. Мүмкін бәлкім мәселе өзімізден де бар. Мынандай бір статистикаға айтып өтейін. Бүгінгі таңда елімізде 20 мыңнан астам шетелдік жұмысшы еңбек етеді. Ресми статистика, ресми ақпарат. 4,5 мыңға жуығы Қытай, 2,2 мыңы Өзбекстан, 1,8 мың Үндістан азаматтары екен, Самат мырза. Жұмыс берушілерден сұрасаң, шетелдік жұмысшыларды шақырған өте ыңғайлы екенін жасырмайды. Неге білесіз бе? Өйткені жалақысы төмен. Одан басқа тағы бір себеп бар. Туысым қайтыс болды, немесе бәлен жерде тойым бар, баламды үйлендіріп, қызымды ұзатып жатырмын деген түрлі сылтауменен, себептерменен жұмыстан сұрана бермейтін көрінеді олар. Жаңа Үндістан, жаңа Пакистандық, Қытай азаматы. Байлаулы жұмыс. Әрине. Жаңа басында сұрап өткен, бәлкім бар мәселе өзімізде болар. Bu yerде негізде қараңыздар. Самат мырзадан кейін, Бұл таза капитализм ғой. Бұл жерде жұмыс берушінің орнына өзіңізді қойып көрсеңіз, сізге ондай Бангладештің немесе Таиландтың, Пакистанның жұмысшылары сізге тиімді. Маған тиімді. Иә, сізге. Сіз жағдайыңыз жасайсыз. Өйткені оларға жатар орын беріп, Иә. Бірақ та сіз 3 мезгіл тамағын беріп отырсам болды. Иә, бірақ ешкім сұранбайды, жаңа той томалаққа деген сияқты. Енді бірақ та бұл жерде жаңағы жұмыс берушіге министрлік талап қою керек. Қарағым, сен 50% шетелдік ал, бірақ та 50%-ын сен жергіліктен алуға міндеттісің. Сонда ғана барып сенің осы бизнесіңді жүргізуге құқылысың деген мемлекеттік деңгейде талап қою керек. Әйтпесе
бизнесте ешқандай ұлт та, дін де, патриотизм де жоқ. Бизнесте таза ақша. Ничего лишнего, только бизнес деген сөз бар ғой. Сол сияқты, менің ойымша, мемлекеттік деңгейде талап қоймаса, ол капитализмнің ұғымында менің осы қазақтарым ғой, отандастарым ғой, мен оларға жұмыс берейін деген ешкім ондайға бармайды. Ержан Мырза. Бұл жерде экономикалық нелер бар, әдістер бар қолданатын. Мысалы қараңыздар, сайтқан көрсеткішке байланысты. Қазіргі таңда Қазақстан экономикасына ірі инвесторлардың қатарында ең үлкен Нидерландтар. Бірінші қатарда. Айталық, иә. Екінші орындарда ақш. Одан кейін жаңағыдай үшінші орында Швейцария, Қытай төртінші орынға түсіп тұр. Өзі көлем бойынша инвестиция жасайтын. Бірақ шетел жұмысшыларын тартатын көлем бойынша Қытай басым Нидерландқа қарағанда. Нидерландтың жаңағы бізге әкеліп отқан жұмысшылардың шетел азаматы өте төмен саны бойынша. Ең көп Қытай. Бірақ оның үстіне қараңыздар. Сол бұл жерде мысалы айтып отқан принципте отқан өзі бөліп отқан ақшаның көлеміне қарай шетел жұмыскерді әкелсе бір сәрі ғой. Иә. Керісінше ғой. Ол жаңағыдай салатын ақша сомасы жаңа бізге қойған инвесторлық несі төмен болғанмен, тартатын шетел азаматтар көлемі үлкен болып тұр ғой. Көрдіңіз ба? Тепе-теңдік жоқ. Бір келісім шарттағы талап қайда сонда? Ол бір. Бізде мына құзырлы органның, өкілетті органның жаңа тарапынан квотирование деген бар. Квота беріледі жыл сайын. Сол квотаның шеңберінде олар заңды сақтап тұр шын мәнінде. Заңды сақтап тұр шын мәнінде. Бірақ бұл жерде басқа да мәселелер бар ішкі. Ол жаңағыдай жұмыссыздық мәселесі бар. Оны тепеден қараса, ол жерде басқа нелер шыға береді. Қазіргі таңда еңбек кодексі мысалы бір нормасын оқып, екі заңгер оқып, үш мнение дейміз. Үш ой туындайды. Сіз жоғарғы оқу орындарында сабақ бересіз. Иә. Иә. Маман дайындауда біздің кемшілік тұстарымыз қайда сонда? Кемшін тұстарымыз қандай? Менің ойымша негізі қазіргі таңда білім министрлігі өз бетінше, еңбек министрлігі өз бетінше өзара жұмыс жасамайды. Жұмыс беруші ол басқа субъект, сонымен қатар жаңағы үшеуі бірлесіп жұмыс жасамайды. Мына жақта өздері оқытып жатыр. Иә, рыночный, да. Кім келеді, соларды оқытып жатыр дайындап. Мына кісілер мүлдем бөлек жұмыс жасап жатыр. Мысалы, статистика жоқ. Қай жақтан, мысалы, сіз айтып жатсыз ғой, мысалы, қандай мамандар керек деген сияқты нарыққа. Мысалы, мына жақ өздері өз бетінше, мына жақ өз бетінше. Иә, мына жақта мысалы ақпарат та жоқ. Мен мысалы заңгер ретінде, ғалым ретінде, мысалы мен тұратын жасап жатқан мысалы еңбек министрлігінің жаңағы сараптама жасайды ғой, соның нәтижелерін мен көрмей отырмын да. Бұл кісілердің мысалы сайтына кірсең де мысалы сондай бір нақты ақпараттар болса, соның негізінде мысалы білім министрлігі де жұмыс жасамайды ма мысалы. Мысалға, иә, енді нарықты жаңағы еңбек нарығын саралап, соны оқытып, қай жақтан дауыс туындап жатыр, неліктен шығып жатыр деген мәселелердің барлығын мысалы менің ойымша еңбек министрлігі жасау керек, анализ жасау керек, аналитика жасау керек. Соның негізінде уже жаңағы басқа министрліктерде жұмыс атқарады ғой. Қазіргі таңда еңбек дауының туындау мәселесі ол тек мамандардың жетіспеушілік мәселесі емес қой. Ол мен қазір айтып отырмын, еңбек министрлігімен жүргізіп жатқан мониторингтің нәтижесінде қазір еңбек дауларының туындау нәтижесі осы төмен жалақы мәселесі, сонымен қатар жалақының берешектер мәселесі, еңбек жағдайларының мәселесі. Жағынан Жанеркенің айтып отырғаны өте орынды. Бізге шетелден келіп жатқан мамандардың барлығы да, кешіріңіздер жаман сөз болса, сұмырай деп айтудың өзі дұрыс емес. Жалпы Самат, Ержан мырзалар, шетелдік азаматтарды елге шақыртып, немесе оларды алдыртпай, шақыртпай жұмыс істей аламыз ба өзіміз? Былай қараңыздар, біз енді өзіміз айтып тұрық қой, тәуелсіз ел болғаннан кейін басқа мемлекеттерге ашықпыз деп. Яғни оларға да барамыз, бізге де келеді дегендей. Жалпы конституция бойынша біз адам құқықтары дегенді бұл жерде бөлмейміз. Қазақстан Республикасы азаматы, шетел азаматы жоқ деп бөлмейміз. Еңбекке келген кезде тек қана саяси құқықпен айырмашылық бар біздің азаматтардың жаңағы сайлауға қатысу және сайлау дегендей. Бітті. Қалған жер біз тепе-теңбіз. Сондықтан бөліп жармағанбыз, тек қана квотирование бар шетел азаматтарына байланысты. Шектейміз жаңағы санын. Белгілі бір жаңағы кәсіпорынға келуіне байланысты, салаға байланысты. Тау-кен саласы ма, жаңағы құрылыс саласы ма, жаңағы мұнай саласы ма, соған байланысты жаңағы өзі квотасы бар, сол бөлінеді. Яғни ол қажеттілік тудырса ғана. Бірақ оның жаңағыда қаражат бөлуіне келтіру керек. Мысалы, қаншақты қаражат бөледі, инвестиция қанша жасайды, соның көлеміне қарап жасау керек. Сол кезде бұл айту керек. Сол жергілікті маңайда тұрғындардың мәселесін шешу керек, жұмыссыздық мәселесін. Неге? Себебі батыста отырған мәселелерді сол тұрғылықты жердегілер олар көріп тұр ғой. Сол жерге келіп, инвестор келіп, сол жерде мұнайын, газын өндіріп отқаннан кейін басқа шетел азаматтар келеді де, соның жаңағыдай пайдасын жақсылығын көреді. Біз неге бұл мәселеге жаңағыдай
жаңа квотирование бойынша айта кететін болсам, Иә. например, қазіргі таңда мысалы ағымдағы жылдың басынан бастап 4 мыңнан асам, Иә, шетел жұмысшылары келсе. жоқ, 40 мыңнан аса квота бөлінген болса, мысалы жұмыспен қамтуға, шетел жұмыскерлерін тартуға, 40 мыңнан аса квота бөлінген. Яғни оның қазіргі таңда осы уақытқа дейін 20 мыңы шетел жұмыскерлері тартылған осы квотаға. Яғни бұл дегеніміз қазіргі таңда Қазақстан қоғамында шетел жұмыскерлеріне деген сұраныстың азаюын көрсетіп отыр. Яғни ендігі жылға қазіргі таңда осы квотаны бөлуге байланысты ақпараттарды жинау жұмыстары жалғасуда. Яғни ол біз ойлаймыз, ендігі жылы бұдан да төменгі мөлшерде квота бөлінеді деп шетелдік жұмыс күштеріне. Самат мырза, шетелдік азаматтарды кіргізбей жұмыс істей аламыз? Мен алдымен жаңа Ерекең мен Бибігүл ханымның айтқан сөздеріне былай қосқым келіп отырғаны, жалпы университеттер менің ойымша өнеркәсіптер университеттерге тапсырыс беру керек. Жаңа керек жоқ болып қалатын мамандық деп отыр ғой Ерекең мысалы. Мен осыны айтып отырмын ғой, талдау неге сонда мысалы айтса, бізге 15 мұнайшы керек, бізге 115 мұнайшы керек емес дегенде, сонда мұнай және газ факультетіне 15 адам алар еді. Мысалы, иә. Бізде жаңағы мамандығымен жұмыс істемейтін адамдар өте көп. Бірақ та соған қарамастан біз шетелден аламыз. Олай өмір сүруге болады, бірақ та жаңағы Ерекең айтып отыр ғой, ашық қоғам, глобализация, біз шекарамызды жауып алып, Солтүстік Корея сияқты өмір сүре алмаймыз. Бізге де келеді, біз де барамыз дегендей. Бірақ та біздің жұмысшылар мына бәсекеге деңгейі қабілетті бірдей болу керек, қабілеті. Көрдіңіздер ме? Шетелдік азаматтарды біз шақырмай жұмыс істей аламыз ба? Топ менеджмент керек, себебі біз жас мемлекетпіз. Жас мемлекетті алдымен кішкене жаңағы Chevron, Аджип немесе тағы басқа Кастинг деген компаниялардың бұрын басқа мемлекетте істеген тәжірибесі мол адамдарды шақыру керек. Бірақ та қарапайым қара күш, менің ойымша, ол жергілікті адамдардан болу керек. Соны мемлекет жаңағы Жанеркенің министрлігі ханымның соны қадағалау керек. Мысалға, тағы да бір мынандай деректер бар. Біздің жас азаматтар, мысалға, арланатын еңбек жұмыстары бар ғой, жаңағы көше сыпыру, немесе тазалап жуу деген сияқты. Оларды жұмыс істегісі жоқ қой. Оны істейді ғой. Бірақ олардың еңбек ақысы өте жоғары көрінеді. Енді қоқыс жинайтын адамға сіз қазір 150 мың теңге берсеңіз, онда сіз 90 мың теңге алатын мұғалімге қанша беру керексіз? Мәселе сонда ғой, көрдіңіз бе? Бәрі де сәйкес бол, пропорция болу керек қой. Онда мұғалім $1000 алу керек, профессор миллион алу керек. Ондай ақша төлей алмаймыз. Қазір осындай диспропорция байланысты бар орын. Қазір еден жуатын қызметкерлер, олар бірнеше жер жұмыс істейді. Кешке жуу керек қой, кешке. Ол бірден анда 80 мың, анда 80 мың жолы. Сонда жалпы енді ол жаңа мұғалімнің, басқа бюджеттік саладағы медбикенің басқа жалақысы жоғары болып тұр. Қараңыздар, қазіргі таңда негізі еңбек нарығында қандай өзекті мәселе? Мысалы, дәрігерлердің жетіспеуі. Қараңыздар, қазіргі таңда дәрігерлер осындай фактілерді бар қазір. Бір дәрігермен 2 еңбек шартын жасайды. Себебі врачтар жетіспейді. Сонымен қатар мен айтып жатырмын да, бұл жерден нақты заң бұзылып жатыр ғой. Бір адаммен бір кәсіпорында, бір дәрігермен 2 еңбек шартын жасасқан. Қандай екі айырмашылығы неде? Сонда қараңыздар, мысалы бізде мысалы жұмыс жасаған кезде 8 сағаттан аспау керек қой, жұмыс уақыты. Иә, соны асыру үшін жаңағы соны көрсетпеу үшін бір адаммен 2 еңбек шартын жасасқан дейді. Сонда қалан мен айтып жатырмын да, енді кадровиктер сіздер қалай оны табелировать етіп жатсыздар? Сонда табелде сол адамның фамилиясын 2 рет жазамыз дейді. Қараңыздар, неліктен десем, дәрігерлер жоқ дейді. Сонда қараңыздар, қазіргі таңда неге мысалы дәрігерлерге жағдай жасамасқа? Ең білікті деген мамандарымыз шетелге кетіп жатыр. Трудовая миграция, еңбек миграциясы қазір өте өзекті мәселе. Жағдай жасамайды, бұл мамандар басқа жаңағы мемлекеттерге жұмысқа кетіп жатыр. Мысалы, Павлодар облысын қараңыздар. Ауыр және қауіпті жұмысты жасайтын жұмыскерлер жоқ. Мысалы, Ресейдің жағдайы қасындағы Омбыға кетіп жатыр, Екатеринбургқа да кетіп жатыр. Ресеймен шекарала жерлерден ең мықты деген жаңағы мамандарымыз кетіп жатыр. Оны біз енді біліктілігі төмен мамандармен жауып жатырмыз ғой. Өзбекстаннан келеді, Қырғызстаннан келеді деген сияқты. Енді қауіпті жұмыс жасаған кезде мысалы, еңбек жағдайлары, Ресейдің жағдайлары бізге қарағанда неғұрлым жаңағы жақсырақ. Себебі жалақылары жоғары, әлеуметтік жаңағы қамсыздандыруы жоғары. Сонымен қатар жаңағы жыл сайынғы ақылы демалыс деп айтамыз ғой. Бізде мысалы заң бойынша
кем дегенде 6 күн деп жазылса, жұмыс беруші сол кем деген 6 күн беріп жатыр. Ресей 15 күннен артық бұл беріп айналып жатыр. келгенде сонда еңбек жағдайларында төлемақыға келіп тіреледі ғой. Әрине. барлық ақшаға Яғни шешіледі. Қазақстандағы қазір ең төменгі жаңағы төлемақыны көбейткен дұрыс деп санайсыз ғой. Әрине, Ержан мырза. еңбек жағдайын дұрыстау керек, жалақыларын көтеру керек. Сол кезде біз мамандар шетелге кетпейді, Қазақстанда жұмыс жасамай жалақыны ма? көтерсеңіз, онда ол жаңағы мына цепная реакция дейді ғой. Онда барлығының жалақысын көтеру керек қой. Оған бюджет шыдамайды, мәселе сонда ғой. Ол да рас. Жоқ, енді қараңыздар, кәсіподақ мысалы, мұнай өндіріп жатыр, ауыр жұмыс жасап жатқан адамдарға енді неге біз оны жағдай жасамаймыз? Олар дейтін денсаулығына қандай зиян келтіріп, төмен жалаққа жұмыс жасап жатыр. Семейдің полигонының қазақтарына жартысына төлеп, жартысын төлетпей жаңағы ұзын әңгіме қылып, әлі ақшасын ала алмай жүргендері бар. Полигоннан зиян нәрсе жоқ. Иә, Жаңаөзенде де жұмыс жасап жатқандар, мысалы, Жаңаөзеннің тұрғындарына Ресейдің кезінде, жаңағы кеңес кезінде региональный доплаты были. За вредность, зиян жоқ. Қазір оны алып тастапты. Сонда қараңыздар, ауыр жұмыс жаңағы жасап жатқан азаматқа, мысалы, сағатына 3000 теңге ғана за вредность төлейді екен. Ол дейтін өше тыйым ғой. Адам дейтін өз денсаулығын құртып жатыр қазір. Бастарына гептил түсіп жатыр, мысалы, Жезқазған мен Қызылорданың қазағына, мысалы, енді. Түсінікті. Ержан мырза, мені тағы бір мазалап отырған сұрақ. Еңбек дауы дегенде біз көбінесе жергілікті тұрғындар мен шетелдік жұмысшылардың дауын еске түсіреміз. Айналдырып әкелеміз де осы ұлтараздыққа әкеліп тіреле береміз. Бірақ ол енді шын айтқанда дұрыс емес екендігін, оның бұрыс екенін өзіміз біліп отырмыз. Қазақстандықтардың өздері өз ішімізде еңбек дауына ұшырайтын кездеріміз болады негізі. Жаңа Бибігүл ханым өзі айтып отырғандай, бір жұмыс орнында бір адамменен 2 келісім шарт. Бірақ бұл дегеніміз енді халық, жұмысшылар өзінің құқығын білмейді деген сөз бе? Әрине. Бар. Жұмысшының сөзінен гөрі, заңнан гөрі бастықтың шешімі жоғары тұратын секілді кейде. Ондай өкінішке орын алады. Бүгінгі таңда мына еңбек қатынастарын реттейтін көптеген нормативті актілері бар. Бұл біздің жаңағы заңымыз, негізгі заңдарымыз, ата заңнан бастап, конституциядан бастап. Және өз жергілікті айтқанда нормативті актілер бар. Ол жұмыс берушінің актісі, ол жаңағыдай жұмыс берушімен келісім жасаған жаңа ұжымдық шарт және еңбек шарты. Осы еңбек шартын ұжымдық шартқа келетін кезде жұмыс беруші әрине өзінің жаңа біліктілігін, өзінің жаңағыдай мынау мәртебесін қолдана тұра жұмыскердің құқықтарын, мүддесін шектеу орын алады. Жаңа хабарыңыздың басында сіз барлық мекемелерде кәсіподақ ұйымдары болуы тиіс дейсіз. Қазіргі статистика қалай? Қазір таңда жалпы егер алатын болсақ, жалпы Қазақстан бойынша 30%-ға ғана жуық қана мекемелерде кәсіпорын бар. Қалай тәртіп болады? Бұл жерде біз айтамыз, кәсіпорын бар жерде жұмыскерлердің еңбек құқықтары мен мүдделері қорғалады. Мен негізі кәсіподақтардың жаңағы құруын өте қолдаймын. Себебі заңгер ретінде әрбір мысалы жұмыскердің басына жұмыс орнында қандай да мәселе туындайтын болса, бір адам бұл мәселені шеше алмайды. Ол егер де сол мәселені көтеретін болса, ол кісі ертең жұмыссыз қалады. Жұмыс беруші оны шыдатпайды, бәрібір жібереді. Жаңағыдай комиссия құрып. Иә, комиссия құрады да құртып жібереді. Енді қараңыздар, бұл жерде мысалы барлықтар бірігіп, бір ауыздан өз құқықтарын қорғай алатын деңгейге жететін болса, бұл жерде біз мысалы еңбек жұмыскерлерінің құқықтары жаңағы жүзеге асырылуы дұрыс жасалынып жатыр деп айта аламыз. Кәсіподақ болса тәртіп болады. Кәсіподақтан бәрібір де жұмыс беруші, жаңағы жұмыс берушілер негізі әртүрлі болады да. Біреулер мысалы жұмыскерге құнды жаңағы адам ретінде, маман ретінде құрметпен қарайды, бірақ кейбірлері мысалы кәдімгі заң жүзіндегі бір раб деп айтамыз, құл ретінде қарайды да. Енді сол құл мысалы заң жүзіндегі құл болып отырған жұмыскерге мысалы не аузында аштырмайды, госинспекцияға мысалы өтініш жаса, бұл дейтін ең негізгі жұмыс орында жаңағы қудалау жүргізеді, содан кейін бұл жұмыскер ең жаңағы тізімнің ең соңында қалады. Бәрібір де оны кетіретін болады. Осы таңда мен ойлап жатырмын да, жұмыскерлердің құқығын қорғауда мемлекеттік еңбек инспекциясы 100% керемет жұмыс жасау керек. Себебі мысалы біз заңгер ретінде мысалы еңбек заңнамасын қадағалап отыратын мемлекеттік инспекциясына мысалы арыз түсіреміз. Сол кезде ғана бұл кісілер мысалы келіп жаңағы жұмыс орнын тексереді. Арыз түспесе келмейсіз. Ал егер де арыз түспесе бұл кісілер кіре алмайды. Енді біз мысалы
заңгер ретінде арыз түсіріп жатсақ, мына кісілер айтады да, мысалы 30 күннің ішінде біз мысалы сол жерге келіп тексеруге құқымыз бар дейді. 30 күннің ішінде жұмыс беруші дегенің жаңағы бүкіл заңгерлерін де оқытып тастайды, келісім комиссиясын да құрып тастайды, жаңағы кәдімгідей дайындалып отырады. Сонда ана кісілер келгеннен кейін, мысалы біздің айтқан сөзімізді жоққа шығарып, өтініш түсті, бірақ мысалы фактілер жоқ деп қайтып кетеді. Енді 30 күннің ішінде слушайте, үй салуға да болады. Мен ойлаймын да, енді шетелдіктер сияқты арыз түсті ма, келіп, сол сәтте неге келіп тексеріс жасамайды деймін. Дер кезінде, дер кезінде. Сонымен қатар мен жаңа айта кететін, неге біздің қазақстандық жұмыскерлер осы жұмысқа тартылмасқа деп. Яғни мен ол бойынша айтар едім, Қазақстан Республикасының конституциясы бойынша әрбір халыққа, әрбір азаматқа өзіне құқы берілген. Яғни таңдау құқығы, өзінің жұмыс істейтін орнын таңдау құқығы берілген. Сіз ешқандай адамға барып, сен шетелге барып жұмыс істеме деп айта алмайсыз, оған шектеу қоя алмайсыз. Яғни ол адамның өзінің құқығы. Сонымен қатар шетелдік жұмыс күшін тартатын кәсіпорындар, яғни өзіне тиесілі мемлекеттік стандартқа сәйкес ол квотаны алды ма, рұқсатты алды ма, соған өзіне шетелден жұмыс күшін тарта алады. Яғни оған шектеу қойылмаған. Түсінікті. Жауабыңызға рахмет. Хандар мырзалар, уақыт тауып студиямызға келіп, өздеріңіздің ойларыңызды, пікірлеріңізді ашық айтқандарыңызға көптен көп рахмет. Еңбек дауларын шешуде мақсат шетелдік мамандарды ақтау немесе даттау емес. Мақсат оларды алмастыра алатын отандық маман даярлау болу керек сияқты. Біздің ойымыз осы. Келесі аптада кездескенше аман сау болыңыздар.